Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жасыл қызанақтан күзгі салат істеудің әдісін көрсететін боламын. Толық керек заттарды төменге жазып қоямын. Менімен болыңыздар. Алдымен жасыл помидорымызды жуып тазалап алып, осылай видеодағыдай жұқалап турайтын боламыз. Қызыл тәтті бұрыш, жасыл тәтті бұрышымызды да дәл осылай ұзынша етіп турап шығатын боламыз. Бір пиязымызды да алып, осылай майдалау етіп турап шығамыз. Сәбізімізді де осылай теркамен шығардым. Және де сарымсағымызды да терка арқылы шығарып алдым. Барлығын осылай теркадан өткізіп болған соң, үстіне бір шай қасық уксус қосып, және де тұзымызды салып, үстіне ащы бұрыш, тағы да өздеріңіз қолданатын приправаларыңызды салып, араластырып алатын боламыз. Үстіне теркадан өткізілген сарымсақ және пиязымызды салдып, тәтті бұрыштарымызды да жақсылап салып, араластырып шығатын боламыз. Үстіне енді үйдегі бар көкөністерімізді саламыз. Менде осындай укроп болды, және де сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, 1 сағатқа қойып қойдым. 1 сағаттан соң салатымыз дайын болады. Міне дастарханға тарта беруге болады. Өте керемет болып шығады. Егер осы рецепт ұнаған болса, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.